2024 жылдың 25 желтоқсанда Әзербайжанның Azerbaijan Airlines әуе компаниясына тиесілі Embraer 190 ұшағы Ақтау қаласы маңында апатқа ұшырады. Ұшақта 67 адам болған, 5 экипаж мүшесі және 62 жолаушы. Жолаушылардың арасында 42 Әзербайжан, 16 Ресей, 6 Қазақстан және 3 Қырғызстан азаматы болды. Апат салдарынан 38 адам қаза тауып, 29 адам аман қалды. Аман қалғандардың кейбірі ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Бірақта бұл ұшақта 6 Қазақстан азаматы болған. Өкінішке орай Алтауда көз жұмды. Осы 6 қазақтың отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, әрі толық ақпарат жергілікті және халықаралық органдар тарапынан тексерілу үстінде. Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, ұшақ Грозный әуежайына қонуға әрекет жасаған кезде Ресей ұшаққа қарсы зымырандар атып, ұшақ қатты зақымданады. Ресей ұшақты Каспий теңізіне қарай қуған. Себебі Каспий теңізіне қарай қуса, ұшақ бұзылып, сол теңізге құлап батып, бүкіл мәлімет жойылады деп ойлайды. Алайда ұшақ пилотшылары батырлық танытып, теңіздің арғы бетіндегі Қазақстанға қарай ұшақты бағыттаған. Ұшақ ішіндегі адамдар ұшақтың құлайтынын алдын ала сезген және де оны видеоға түсіріп калимасын айтып отқандар да бар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammed Resulullah. Hamı sakit olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Qabağa 20 nəfər gəlsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Өлетінін алдын ала біліп сезіп отыру қандай қиын сезім десеңізші. Ұшақ бірнеше рет құлдилап келіп қайта көтерілген және де стюардесса қыздар адамдарды сабырлыққа шақырып отырды. Аман қалған адамдар ұшақ құламай тұрып, Грознойда 2 рет зымыран соққысына ұшырағанын айтады. Зымыран соққысының қатты болғаны сонша ұшақта кейбір адамдардың демалғыш құрылғымен демалып отқанын көрсеңіздер болады. Пилотшылар зақымданған ұшақпен күресіп, ұшақты Ақтау қаласына қарай бағыттайды. Ақтау қаласының үстінде бірнеше рет айналады. Жерге тым жақын ұшқан себепті кейбір адамдар түсінбей, оны құлағанына дейін видеоға түсіріп алады. Бізге жеткен мәліметтер бойынша ұшақ Ақтауға қазақтардан жеткенде қонуға рұқсат сұрайды. Оған Қазақстан аэропорты рұқсат береді. Алайда қазақтар ұшақтағы топливоны тауысуын сұрайды. Топливоны тауысу үшін пилотшылар ұшақты айналуға айдап кетеді. Себебі топливоны тауыспай ұшақ жерге құлайтын болса, қатты өртеніп атылып жарылып кетер еді. Сол үшін өрт шықпасы үшін топливоны тауысу қажет болды. Бірақ Әзербайжандық ұшақтың теңізге қарай құлауына да мүмкіншіліктері болды. Себебі іштегі пассажирлер егер суға құласа жүзетін ауа толтырулы жетекшені киіп дайын отырған еді. Алайда капитан құрлыққа қонуға шешім қабылдап қойды. Ал капитан шешіммен ешкім қарсы шықпауы керек. Капитанның айтқаны заң және ең дұрыс шешім. Ұшақтағы пилотшылар тәжірибесі өте жоғары мамандар болатын, сондықтан ұшақты ұзақ уақыт құлатпай Ақтауға дейін ұстап келді. Пассажирлердің бәрі шоковое состояниеде болды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Қазір көріп жатқаным түсім болса ғой деп армандады. Ажалдан ешбір адам қашып құтыла алмайды екен. Сонымен ұшақ теңізге құламай құрлыққа құлайды. Құлаған сәттен ақ үлкен өрт пайда болады. Көптеген адамдар видеоға да түсіріп үлгереді. Ұшақтың алдыңғы қатары жарылып мүлдеп жоқ болып кетеді. Көбінесе артқы жақта отырған адамдар аман қалады. Ұшақ құлаған соң ең алғаш көмекті жанында тұрған электрик қазақтар көрсеткен екен. Себебі олар өте жақын орналасқан екен. Одан кейін 5 минут болар болмас өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем және де тағы да басқа көмек беретін көліктер жетіп келіп бар көмек қол ұшын беріп жатты. Ұшақтың алдыңғы бөлігіндегі адамдарды құтқару мүмкін емес. Кей адамдар айқайлап біз қайдамыз деп сұрап жатты. Ал кей біреулер құтқарыңдаршы, ұшақтың ішінде анам бар, онда құтқарыңдаршы деп айқайлап жатты. Өзін видеоға түсіріп тілін калимаға келтіріп отқан ақсақалда тірі қалды. Ал 2 стюардессаның бірі аман қалып, екіншісі өмірден озды. Тірі қалған қыз апаттан соң сұхбат берді. Сұхбатта ол қызметін осы күнге шейін ауыстырғысы келетіндігін жасырмады. Және де бұл соңғы сапары екенін айтты. Адамдарға TikTok арқылы тез тарады. Ал жаңалықтарда кейіннен айтылды. Қазақ жедел жәрдемдері өз қызметтерін атқарып, өзге елдерге үлгі бола білді. Бұл қайғылы оқиғаны бүкіл әлем білді.
Осы оқиғадан кейін Әзірбайжан өз елінде 1 минуттық тыныштық жариялады. Олар бұл уақытта ештеңе істемеу керек. Және де Қазақстан өзге елдер арасында үлкен абыройға ие болды. Бұл Ақтау больницасына Ресейден де Әзірбайжаннан да білімді дәрігерлер келді. Әзірбайжан президенті Ильхам Хейдарулла Әлиев Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен телефон арқылы сөйлесті. Алдын ала мәліметтер бойынша, ұшақ Грозный әуежайына қонуға әрекет жасаған кезде дронға қарсы шаралар барысында зақымданған болуы мүмкін. Ресейдің тергеу комитеті әуе көлігін пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі қағидаларын бұзу бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта Қазақстан, Әзірбайжан және Ресей мамандары апаттың нақты себептерін анықтау үшін бірлесіп жұмыс істеуде. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев апатқа байланысты кеңес өткізіп көмек көрсеткендерді марапаттауды тапсырды. Ресей президенті Путин Әзірбайжан президенті Ильхам Әлиевке оңашалып, қайғылы оқиғаның әуе кеңістігінде болғанына өкініш білдіріп, кешірім сұрады. Әзірбайжан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас көп қырлы және бірнеше салада тығыз байланыстармен ерекшеленеді. Екі елде бұрынғы кеңес одағының құрамында болғандықтан, олардың қарым-қатынасы тарихи, экономикалық, саяси және мәдени негіздерге сүйенеді. Сол себепті Әзірбайжан мен Ресейдің қарым-қатынасы тез суи қоймас. Баку әуежайларында және Ақтау әуежайларында жаңа жылға арналған шыршалар қайта жиналдырылды. Әзірбайжан халқы және қазақ халқы үшін 2024 жыл өте қайғылы оқиғамен аяқталды. Оқиғаның қалай болғанын толық анықтау үшін мамандар ұшақтағы қара жәшікті ашып толық мәліметтерді көрмек болады. Бұл ұшақтағы маңызды ақпаратты жазып, апат болған жағдайда оқиғаның себептерін анықтауға көмектесетін құрылғы. Қара жәшік екі негізгі жазу құрылғысынан тұрады. Бұл құрылғы ұшақтың техникалық параметрлерін жазып отырады. Мысалы, ұшақтың жылдамдығы, биіктігі, қозғалтқыштардың жұмысы, бағыты, ұшақтың үдеуі және басқа да техникалар. Ол қара жәшікті ресейліктер алып кетті деп жалған ақпарат таратылған болатын. Алайда қазақтар ол қара жәшіктің өзіңізде екенін жариялады. Бұл жерде қазақтар ресейліктерге де әзірбайжандықтарға да жақтасып тұрған жоқ. Тек шындыққа жақтасып тұр. Бірақ сонда да ұшақ апат болған кезде 6 қазақтан небәрі бір қазақтың аман қалмауы өте өкінішті. Басында бұл ұшақтың моторына құс кіріп кетіп, ұшақ моторына зиян келтірген деген мәлімдеме жасаған болатын. Кейіннен ол жалған болып шығып, Грозныйда үлкен тұман. Сол үшін Грозный әуежайы ұшақты қабылдай алмайды деп тағы хабарлайды. Бірақ ол да жалған болып шығып, ұшақтың сыртындағы оқтың іздеріне қарап, ұшақты ресейліктердің атқылағанын көріп, Әзірбайжан президенті Ресей президенті Путинге кешірім сұрауды талап етті. Әзірбайжан мен қазақ халықтары түркі халықтары отбасының құрамына кіретін тарихы терең туыстас ұлттар. Бұл екі елдің халықтары ортақ тарихи, мәдени, тілдік және этнографиялық тамырларға ие, және олардың туыстығы бірнеше факторлармен негізделеді. Әзірбайжан мен қазақ халықтары түркі халықтары отбасының құрамына кіретін тарихы терең туыстас ұлттар. Бұл екі елдің халықтары ортақ тарихи, мәдени, тілдік және этнографиялық тамырларға ие, және олардың туыстығы бірнеше факторлармен негізделеді. Ұшақ апаты авиация саласындағы ең қайғылы және қауіпті оқиғалардың бірі. Ол ұшақтың механикалық ақаулары, ауа райы жағдайлары, ұшу кезінде адам факторы немесе басқа сыртқы жағдайлар әсерінен болуы мүмкін. Егер сіз нақты бір ұшақ апаты туралы сұрасаңыз, мысалы, Ақтаудағы жақында болған оқиға, оның егжей-тегжейін жаңалықтардан немесе ресми дереккөздерден қарап білуге болады. Ұшақ апатының себептері техникалық ақаулар, қозғалтқыш істен шығуы, автопилот немесе навигациялық жүйенің бұзылуы, ұшақтың негізгі құрылымының зақымдануы, адам факторы, ұшқыш қателігі, диспетчерлердің дұрыс емес нұсқауы, жолаушылардың ережелерді бұзуы, ауа райы жағдайлары, қатты жел немесе дауыл, найзағай және қатты жауын. Бұлттылық пен нашар көріну, сыртқы факторлар, құстардың қозғалтқышқа түсуі, әуе кеңістігінде кедергілердің болуы, терроризм немесе қасақана жасалған әрекеттер. Қазақстан мен Әзірбайжан арасындағы қарым-қатынас жақын әрі стратегиялық әріптестікке негізделген.
Екі елде түркітілдес мемлекеттер және тарихи, мәдени, саяси, сондай-ақ экономикалық тұрғыдан көптеген ортақ мүдделерге ие. Қазақстанның Әзірбайжан алдындағы беделі, абыройы жоғары деңгейде, себебі екі ел арасындағы қарым-қатынас өзара құрметке, сенімге және стратегиялық әріптестікке негізделген. Қазақстан түркітілдес елдер арасында маңызды рөл атқарып, бейбітшілік пен ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған саясаты арқылы беделге ие.